Осы дәрежеге әкелген қызымыздың ата-анасы Шыныбай ағамыз жақындаймыз, Баян апамыз келеміз. Қызымызға жүрегіңізден шыққан ақ патияларыңызды бересіз. Тәрбиясын берген әкеңнің қызын, ақ дуасын алғайсан патиясын қызын, бүгін қошласатын мәурітің келді, халқыңның еліңнің алдында қызын. Неке бүгін Шыныбай аға перзенттердің ішіндегі ең бір арласы, әкеге жақыны бұл қыз бала болады. Міне бүгін Нелюпар қызымызды өз қолыңызбенен шын үйіне ұзатар екенсіз. Har bir әке қыз ұзатылғанда ата дуасы қабыл болады. Қызыңызға өзіңіздің жүрегіңізден шыққан ақ пәкеңізді беріп, қызымызды шын үйіне ұзатып саламыз. Құдайым хақ берсін, несие қылмайын ақ берсін, хақтан інаят берсін, пайғамбарларды шарапат берсін, әулиелерден карамат берсін. Жеттім дегенде жығылмағайыз, толдым дегенде төгілмегейіз, түбіңіз бір болсын, шақаңыз мың болсын, қазір өзіне амал табын. Алла Тағала не жақсы тілектеріңіздің бәрі қабыл болсын. Қызметтерін екі жаққа да теңдей берсін. Сіздердің қуанышы білерін несіп ете берсін. Әме ағай тұлғаларға бәржеңізге рахмет. Қуанышыңызды бөліп жүрген келіп отқан ағайлар, құрметті уақытыңызды бөліп, және мәрте соңына масабатқа бермеңіз құтты болсын, керегіңіз кең болсын. Не ниет еткен болсаңыз, ниеттеріңіздің бәрі әмелге ассын. Рахмет ағайлар. Рахмет Некей. Шыныбай ағамыздың көзіне келіп атырған жастар бұл әлбетте қуаныш жастары. Ешбір ата-анаға аңсат емес, жүрегінің бір пәршесі болған перзентін өзге шаңыраққа ұзату. Ендігі нәубет қызымызды 9 ай 9 күн құрсағында көтеріп, жарық әлемге әкелген анасы Баян апамызға сөз нәубеті беріледі. Аппақ либасларға бөленген қызым, тағдырыңе жазған өзге үй қызым, маңайың болсын деп тілеймен бүгін, ақ сүтіне ырза бол анаңның қызым. Неке бүгін Баян апа, һәм сырласыңыз, һәм моласыңыз бұл шаңырақта ана үшін қыз бала. Міне бүгін Нелюпар қызымызды шын үйіне ұзатар екенбіз. Ақ сүтіңізді адал беріп, білген тәрбияларыңызды үйретіп, осы дәрежеге әкелдіңіз. Енді міне қызымызға жүрегіңізден шыққан ақ пәтияңызды беріп, қызымызды шын үйіне ұзатып саламыз. Ағайын туған, дос яран, қызым Нелюпарды ұзатып жатыр екенбіз. Құдайым барған жерде тастайын, судай сынсын. Өздеріне өсі өнсін, бақытты болсын Құдайым. Басып атырған қадемлері, Құдайым екеуіне де оң қадемлер кегей тазадан басып атырған, таза өмірге басып атырған қадемлері. Бақытты болсын. Рахмет, ата-аналарының берген ақ пәтиялар Алла дәргейді қабыл болсын. Қыз баланың қызметі сол басында, қалалмайды әке-шеше қасында, ер жеткен соң кетіп қалар арасында, қыз ұзату қиын екен анаға. Үйдің жарасығы гүлзал маралы, жат жерлерге келін болып барады, анаң байғұс көзін жаслап қалады, қыз ұзату қиын екен анаға. Қыз әкесі тілектілер егіліп, жас жұбайға бүгін құтлы сөз керек, өңгейсіз, өскейсіз, мүслі байтерек, ата дуалары қабылдыр бүгін. Неке бүгін Нелюпар сіңлем балалық пенен, туған шаңырақ пенен қошласып, бүгіннен баслап шын үйіңе ұзатыласың. Har bir ата-ананың арманы бұл балам бақытлы болсын екен дейді. Міне бүгін сізді бес қаланың бірі болған Қожелі елатына ұзатып атырмыз. Енді сол барған жеріңде ата-ананың жүзі жұқары болсын десең, кімнің қызы дегенде Шыныбай ағамыздың тәрбиелағаны деген атларды алып бергейсің. Ешкімнен кем қылмай міне сізді осы дәрежеге әкелді. Ата-аналарыңыз бүгін сіздердің арманларыңызды орылып атырыпты. Енді барған жерде осы ата-ананың жүзін жоғары қылып, қызметің дүзу болып, әр уақыт
сол шаңырақта бақытлы тұрмыс кешіргейсен. Міне бүгін Шыныбай ағамыз әмде Баян апамыз ер халықты жинап, Нелуфар қызым ер жетті, Камалға келді. Бүгін міне қызымды халқымыздың миллилігін жойтпайын деп, Хаужарлар айттырып ұзатып атырман деп, туған туысқанлары менен бірге қыз сізді ұзатып атырыпты. Осы міне бүгін үлкен аналарымыз, Дәмәхан апамыз және де Сайлау анамыздың жолларын сіздерге берсін деп қаламыз. Барған шаңырағыңда ата-анаңды сағынасың. Сол сағынған кезіңде қайын атаң әкеңдей, ал қайын енең анаңдай мейірман болсын. Қайын енеңді анаңдай көргің келсе, барған шаңырағыңда қайын енеңді сыйлап білгейсен. Сол уақытта сол шаңыраққа қызы ретінде қабыл етілесен. Ал күйеу баламыз, міне бүгін Нелуфар қызымызды сізге аманат етіп тапсырамыз. Әрбір ана жүрегінің бір пәршесі болған қызын күйеу балаға аманат етеді. Ал күйеу бала қызымызды сізге аманат етер екенбіз. Ата-анасы осы қызды қанатлыға қақтырмай, тұмсықлыға шоқтырмай, осы дәрежеге әкелді. Қалған жағында қызымызға қолқанат болып, қызымызды қолап қуатлау енді сіздердің қолыңызда. Екі жас бүгін міне тұрмыс атлы гүзар жолға қадам тастайсыз. Тұрмыстың ойлы қырлы соқпақлары болады. Сол соқпақлардан сүрінбей өту үшін екеуіңіз сабырлы болуыңыз керек, ауызбіршіліклі болуыңыз керек. Екі жақтың ата-аналарын екеуіңіз сыйлап білің. Сол уақытта ертеңгі күні сіздерді перзенттеріңіз сыйлайды. Сіздерге қарап, ол қыздарыңыз өседі. Міне бүгін Нелуфар сіңлім, ата-анаң сізге арнап қолларынан келгенінше сауғат саламларын беріп атыр. Сол сауғат саламларын барған шаңырағында күйеу баламызбенен бірге жақсы күндеріңізге пайдаланғайсыз. Халқымыздың ібратлы сөздері бар. Қымызды шүрлегенге бер, қызды сорағанға бер дейді. Міне сіңлім, дүз несебеңіз Қожели елатына шашылған екен, әлайым барған шаңырағында өніп өсіп бақытлы тұрмыс кешіргейсің. Еш уақытта ата енеңнің жүзіне жоғары қарамағайсың. Әр уақыт қағып астына төсек салғайсың. Әрбір шаңырақта ер азаматтың орны ұлы болады. Барған жеріңде өмірлік жолдасыңды сыйлап, сол өмірлік жолдасыңның тапқан табысына берекет беріп, сол шаңырақта өніп өскейсен. Міне енді күйеу бала сізге айтарым, ешбір ер азамат өмірде үш нәрседен алжаспау керек. Бірінші бұл кәсіп таңлаудан, екінші жора жолдас таңлаудан, ал үшінші өмірлік жолдас таңлаудан дейді. Әлайым Нелуфар сіңлімізбенен бірге өніп өсіп, үлкен шаңырақ болуға әрекет еткейсіз. Міне аналарымыз көздеріне жас алып, сіздерге ақ патиялар беріп атырыпты. Осы аналарымыздың үмітін ақлағандай перзент болғайсыз. Осы шаңыраққа келетұғын болса, Нелуфар сіңлім, енді ата енеңнің рұқсаты менен әмде күйеу баламыздың рұқсаты менен осы шаңыраққа келіп кеткейсің. Сол уақытта ата-анаң сізге разы болады. Не екі жақта да сіздерге арнап тойлар беріліп атырыпты. Ата-аналарыңыздың беріп атырған тойлары тойларға ұласып, сол шаңырақта бәленден көрінетұғын шаңырақ болғайсыз. Ал сіңлім, барған жеріңде еш уақытта сырттағы сөзге құлақ аспағайсың. Себебі сізді сынайды, құрбы құрдастарың сынайды. Соның үшін сырттағы сөзді ішке, іштегі сөзді сыртқа апармағайсың. Сол уақытта үлкен анамыз Дәмәхан апамызға рахметлер алып бересің. Енді міне Қарғапақ халқында ең бір жақсы қосқылардың бірі бұл қыз ұзатылғанда, хаужар айтылғанда әкенің көзіне еріксіз жас келеді дейді. Енді қызымызға арналған хаужар қосығымызға нәубетті береміз. Хаужар қосығы уақытында жасылкен аналарымыз қызымыздың маңлайынан сүйеміз, соңынан туған туысқанлар, ата-анасы, қызымыздың достары қызымызбенен көрісіп, соңынан қызымызды шын үйіне ұзатып саламыз. Қайтсын енді анаңда, қимай тұр ғой ай қызым, қыз бала ол қонақ деп, жылап тұр ғой ай қызым.
халқында қыз ұзатылғанда қыздың жанына қыз жеңге деген қойылады. Күйеу баламыз не қызымызды бүгіннен бастап сізге аманат етіп тапсырамыз. Нелупар қызымыз туған туысқандарын, ата-анасын тастап сізбенен бір өмір бақытлы болуға тұрмыс Қызымыз бенен күйеу баламызға ақ-жол тілейміз. Қызымыз барған жерінде бақытты болсын, тастай батыл судай сіңіп, ата-анасының үмітін ақлағандай перзент болсын деп қаламыз ғана.